Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат функционалдық сауаттылықты арттыратын тың әдістермен таныстыру. Бірінші әдіс 3Q әдісі. Оқушы тақырыпты меңгергеннен кейін бұл білімді мен қашан пайдаланамын, қалай пайдаланамын, қайда пайдаланамын деген сұраққа жауап беру керек. Ол бәлкім физикадан күш векторлық шама болуы мүмкін, математикадан дискриминант болуы мүмкін, немесе әдебиеттен Оралхан Бөкейдің атау келесі болуы мүмкін. Жалпы бала алған білімін қашан, қалай, қайда пайдаланатын білетін болса, функционалдық сауаттылығы артады. Келесі әдіс 2S әдісі. Бұны гуманитарлық саладағы пәннің оқушылары пайдалану керек деп ойлаймын. Кез келген мәселенің, яғни талқыланған мәселенің салдары, ал сол салдарға алып келген себепті нақты көрсету керек. Яғни, мәселен, ақтабан шұбырындыдан кейін халық тоз-тоз болды. Ал себеп неде? Деген сияқты. Келесі ұсынылып отырған әдісті төк деп атадым. Тақырыптың мақсатын анықтайды. Бұл мұғалімнің ұсынып отырған мақсаты емес. Оқушы дәл осы тақырып не үшін қажет болды деген мақсатты қоя білу керек. Одан кейін өзектілігін анықтаса, яғни проблемасын, сосын күтілетін нәтижесін жазатын болса, кез келген нәрсені анализдей алатын болады. Бұл әдісті көпшілік қиын деп түсінетін шығар. Алайда, екінші сыныптың өзінен оқушылар зерде ғылыми жобалар байқауына қатысады. Ал ғылыми жобаға қойылатын талап, оқушы тақырыптың мақсатын, өзектілігін және күтілетін нәтижесін білу керек қой. Ендеше, оқушыларды күнделікті сабақтан икемдейік, сонда олар жаңалықтың жаршысы болатыны сөзсіз. Мәселен, барлықтарыңызға таныс менің атым Қожа повесін талдайтын болсақ, әр оқушы бұл шығарманың повесін өзінше топшылайды. Мақсатын әркім өзінше айқындайды. Мәселен, бір оқушы бұл повестің мақсаты Қожадай болмау десе, келесі бала мүмкін Қожадан үлгі алу деп қарастыратын шығар. Өзектілігі бұл повест қазірдің өзінде де маңызды. Проблемасын жойған жоқ. Себебі оқушы мен мұғалім арасындағы байланыс, кикілжің, түсінбеушілік әлі де бар. Күтілетін нәтиже қандай? Түбінде адам болатын бала. Мен дәл осы Қожаның бойында қасиеттер менде де бар. Мен бола аламын ба деген сияқты өзінен есеп алуы да мүмкін. Енді әр бала өзінше топшылайды, өзінен есеп алады. Сондықтан тиімді әдістердің бірі деп санаймын. Бұл енді әмбебап әдіс. Бұны барлық пән мұғалімдері қолдана алады. Тақырыптың негізгі идеясын оқушы өзі анықтайды, қосымша ақпарат, яғни тың ақпарат, проблемалық сұрақ қояды. Мәселен, енді планеталар деген тақырып болса, негізгі идеясы қандай? Оқушыларға планеталарды, олардың құрылысын білу, сонда бала өзі айтады, негізгі идеясы планеталарды білдім, атауын білдім, ерекшелігін таныдым. Оған тың ақпаратты өздері Википедия аман болсын, содан тауып айтады. Проблемалық сұрақ қояды, яғни өзін қандай мәселе мазалап тұр. Бұны кез келген пән мұғалімі пайдалана алады. Ең бастысы бала өз орындау керек. Білімге қатысты, алған біліміне қатысты тұжырым жасау керек. Тағы бір тамаша әдіс тренд талдау. Тақырыптың бүгінгі өзектілігі бала үшін және тақырыптың ертеңгі қажеттілігі тағы да бала үшін. Бала бұны қалай қабылдап тұр? Осыған мән берсеңіздер, бұл тақырып бүгін керек па маған? Қажеттілігі қанша, ал ертең не үшін оқимын? Қажет не маған осы пәннің деп сұрақ қоятын оқушылар өте көп қой. Мынандай бір әдіс экономика әдісі. Шығын, пайда, құн. Кез келген нәрсені тек қаражатпен ғана өлшеп емес, уақытпен де өлшеуге болады екен. Дәл осы тақырыпты талдауға менде 2 сағат уақыт кетті. Пайдасы 2 сағаттың ішінде мен мынаны меңгердім. Ал құны қанша? Дәл осы 2 сағатта ол мүмкін жұмыс істеп жүрген баласы болса, 5000 теңге табар ма? Әйтпесе құны 0 болды ма? Яғни бала тағы да өзінен өзі есеп алады. Назарларыңызға ізденісімнен, тәжірибемнен, қиялымнан туған әдістерді ұсындым. Лайк басып, комментарий жазып бөлісе отырсаңыздар, дамыса біздің елдің балалары дамысын. Сау болыңыздар.